Талғарға жігіттер келмеңдер. Біраз көріп отырық, естіп отырық. Мына шықтық, Тараздан шықтық, Шымкенттен шықтық деп әңгімелер жүріп отыр. Енді әрине түсінем, оның көбісі воздух қой, әшейін әңгіме, приколдар, нелер. Бірақ шынайлы келем деп жүрген жігіттерге айтайын дегенім, әрине сендер еркін адамсыңдар, жігітсіңдер. Жүрек қалауларың сондай болса, енді өздерің білесіңдер. Бірақ бір айтайын дегенім, Талғарға дәл қазір келу қажет жоқ деп ойлаймын. Жасым үлкендеу, соның ішінен сендерге кішкене бір айтып берейін. Дәл қазір келу қажет жоқ Талғарға. Біріншіден, тола полиция, ОМОН, спецназ, улан, нацгвардия, в общем, солдаттар тола ішінде. Жүре алмайсыңдар да жоқ, қаланың ішінде жүруді қиын болып кетеді. Екіншіден, келеміз, қиратамыз, өртейміз, сындырамыз деген адамдарға сол айтайын дегенім, сендер қазір ештеңкені білмей, ештеңкені до конца зерттемей, біреуді сындырып, біреуді өртеу, по беспределу, ол анау қазір қамалып жатқан отморозоктердің іс жерің артық болмайды. Үшіншіден, ол барғанмен ананы тауып аламыз, бейтіп қоямыз, мынаны тауып аламыз. Қамалатын балалар қамалды, қалғандар уже ол жатыр олар. Талғардың шеттеріне бір дачалар бар, мыңдаған дачалар бар. Соның бір подвалында болмаса тау жаққа шығып кетіп, олар тауып алу қиын болады. Оны іздейді, тауады, әлі жарты жыл, бір жыл кетеді. Оны сендер бәлі-болмы табылмайсыңдар, сендер ешкім оны іздеттірмейді құрбосқа. Олар уже побегке кеткен, қиындау болады олар тауып алуға. Әке-шешелерінен, туысқандарынан спрос жасау, ол дұрыс емес. Бәрі үлкен жігіттер, олар взрослый адамдар, туысқандарына бірдеңке айтып, достарына, нелеріне ол қажет жоқ. Әсіресе бауырларына, аға-інілеріне, әке-шешелеріне ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Тағы да бір айтайын, сіздер бұл мәселені только мынау Шерзаттың жағынан кейін мынау желдерде, мына тик-токтан ақпарат көріп отсыңдар, ютубтан сондай өсек нелерді көріп алып, содан шешім шығарып келмекшісіңдер. Ол жігіттер, ол біраз нәрсе әлі ашылады. Ана Бишімбаевтың тірлігі естеріңде шығар. Басында бәріміз ойбай салтанат, осындай деп жүргеннен кейін сот процесінде біраз нәрселер ашылды ғой. Біраз адам уже өкініп та қалды ғой, оны жақтасқан, неткендер. Так что мына жақта да біраз нәрсе ашылуы мүмкін. Бір асығып бір шешім шығаруға асықпаңдар. Бұл процесс кемі бір жылға созылады, біраз нәрселер ашылады. Бәрі прям анық, айқын емес, оны әрі көресіңдер. Ол нелерге шлисене бермеңдер, мынау тик-токі болсын, ютубтар, ол нелерде, ол жерде айтыла береді. Ол бәрі нақты информация емес, 100 рет тексерілген ақпарат емес ол. И соңғы ең главный жігіттер, тола полиция енді мына мәселе бойынша көшеде жүрген кішкене бейт ұйымшыл, былай тірлік істеп жүрген жігіттер, общение жасап жүргендер, соң бәрін енді ОПГ ретінде енді отработкалар басталады Қазақстан бойынша. Сендер бұл жерге келіп кеткені, бәр жерде камера тұр, бәрін бақылап жатыр. Кішкене бейтіп организованно ұйымшыл болып келіп жүрген жігіттердің машинаның номерлері бәрін пробивать етіп, на карандаш алады, қай жерде тұрасыңдар, ауылға, қалаға жібереді. Ол ертең сендерді разработкаға алады. ОПГ ретінде мынау Хуторский, Муторский, Хасанский деген әңгімелер кетіп жатыр ғой, сол бір жылдың ішінде сол тема басталады. Жестко отработка болады, бегер соған ілініп қаласыңдар. Мен сөйтіп ойлаймын. А так, аман болыңдар, жігіттер. Мен ойлаймын, ерлігімізді, батырлығымызды, қазақтың рухын көрсететін әлі бұдан маңызды себептер болады. Соған дайын болайық. Бір күн шақырған кезде, жоңғармен соғысқандай 1000 бала болып, бір уақытта келіп, сол кезде ерлігімізді көрсетеміз. Бұдан маңызды мәселелер болады әлі, мақсаттарда.